6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Міне, бұл Орион. Осы 3 шоқ жұлдызбен үй тапсырмам аяқталады. Мәссаған анау Мертания шоқ жұлдызы. Оптикаңды сүрт. Мертанияның ана жақта екенін бәрі де біледі. Достар, меніңше бұл жерде Мертания шоқ жұлдызы жоқ. Оны басқаша айтатын шығарсыңдар. Үлкен қармақ түйілерің мүмкін. О жау, болдыр. Ал мынаның атын айтшы. О, мәссаған. Мен тауының құбыжығы бар екен ғой. Ол үй тапсырмасында бар меді. Ол қандай құбыжық? Қарадамның жаңа Англиядағы түрі. Білесің бе, етелер? Иә, сонда да түсінбедім. Сосын түсіндірем. Оның бостандықта жүргенін бәр... Сталдың ба? Ерліктерін елестеріне сақтап келеді бәрі боттарды мақтап. Оптимус Прайм жіберген бұл топтың басты міндеті құпия сақтау. Адамдарға көмек қолын сал, әрбірсіне қолдап көрсет. Бот дегенің адамның досы, армандаған тыныштықты осы. Міне боттар, келді көмекке, сезінбеске. Міне боттар, келді көмекке, келді көмекке. Коди деген жолдастары бар, келеді қандай жауында олар. Бұл біздің боттар. Трансформерлер, құтқарушы боттар. Ол өзіме тап берді. Жоқ, ол сасық күзенің иісі. Кішкентай жануарда мұндай иіс қалай шығады? Бұл қызық екен. Иісі жағымсыз. Өзім қолынан тастамайтын скауттар ережесінде сасық күзенің иісін кетіру үшін томат тұздығына шомылу керек дейді. Оны қоя тұр, қазір құбыжықпен орманда жүрміз. Иә, үйге қайту керек. Мұны үйдегілерге айтсақ сенбейді. Мен сенбеймін. Суретке қараш. Қарап отырмын, бұл өтірік. Бұл біреудің әзілі, Коди. Мен тауының құбыжығы деген, бұл ғылыми фантастика. Я, келімсектерде солай ойлағанбыз. Тоқтай тұрыңдар. Бұл шын сурет. Телбот мырзаның суреті. Ол құтқарушы. Оны көрдіңдер ме? Арқасына жемпірін іліп алатын. Не көргенімді білемін. Маған сенесі ғой, әке. Неге сенетініңді түсіндім. Бірақ бұл суретке бола, құбыжық бар дегеніңе мен сене алмаймын. Мүлдем. Қане, бәрің ұйықтаңдар. Ертең қайырымдылық іс шарасын өткізетін боламыз. Құбыжық кейпіндегі сэндвичті жек білесің. Түсінікті. Әке, қашаннан бері құтқарушылар сэндвич сататын болған? Әкім біз келсек сатып алушыларда келет дегеннен бері. Дәмін татып көріңдер, ерекше ет. Қазір келем, әке. Мен Хаксли Прескотпын. Қаладағы тегін сэндвич тарату жарасынан сөйлеп тұрмын. Бұл... Прескот мырза. Мен жаңалық жүргізіп тұрмын. Сен көрмей тұрсың ба? Я, сондықтан мынаған қараңыз. Нені көруім керек? Бұл Телбот мырзаның суреті ғой. Жоқ, бұл Мен тауының құбыжығы. Оны кеше көрдім. Солай де. Балақай, мен тек шын оқиғаларды айтамын. Мысалы, Доу Гриннің магниттік жылдам грилі. Бұл үй барбекюін әзірлеу жұмысындағы жаңалық. Фрэнки, қоса бер. Яке, дәмі тілейтін бургер. Дайын, міне. Қараңыздар, мына бургер электромагнитті тісшелерден өтіп, жақсы қуырылады. Тамаша ғылымға ештеңе жетпей. Қолдануға жарайды екен, әке. Жай еттен жай бергенше ерекше еттен бургер әзірлейік, жарай ма? Мінекей қараңдар, керемет емес пе? Тоқтаңыз, әкім мырза, көп салып жібердіңіз.
Ештің айтпайды, ерекше ет артық болмайды. Қара, көрдің бе? Қауіпсіздік шарасын сақта, сэндвич сатып алмаңыздар. Бәріңіздерге ризасыңдар ма, достар? Өздері керемет. Токтың сэндвичі ұшып кеткенде көмекке келеді. Қарасаңшы. Алғыс білдіріп әлгі. Рахмет. Ерекше еттің бір қорабын берем. Нағыз қаһарманның тамағы. Жәрмеңкеден кейін ет азық-түлік базарында сатыла бастайды. Мінекей, қане балам, камераның алдына шыққане, бол енді. Мен отбасыммен бөлісіп жейін. Хаксли мырза, құбыжықтың суреті жайлы не ойлайсыз? Сәлеметсіз бе, Талбат мырза? Бүгін бәрін сендіретін дәлел табамыз. Керемет. Бәрін дәлелдейтін күн. Тек ол ғана емес. Құбыжықта ақым кетті. Соның кесірінен сасық күзен үстімді болған. Оның өзімен сөйлесіп көрсек қайтеді. Тісі мен тырнағын көріп, қорқып қалдым. Грэм, сұрақ қоюға бола ма? Әрине. Өзіме де үзіліс керек. Қорқынышты болып көрінген нәрсе шынымен қорқынышты ма? Енді оны білу үшін көбірек зерттеу керек. Көбінесе адамдар өзі түсінбейтін нәрседен қорқады. Қазір өзім кванттық механиканың үй тапсырмасынан қорқып отырмын. Ол жағынан көмектесе алам. Алдымен экспедицияға барып келем. Рахмет, Грэм. Оқасы жоқ, досым. Қане, құбыжық, шық бері. Шыққың келсе шық, Мэни. Мэни? Ат қойсақ, сүйкімді көрінеме дегенім ғой. Құбыжық жайлы қанша фильм көрдің? Қолға түскенде құбыжықтың атын айғайлап айтасың. Мэни онда емес шығар. Коди айтып берші. Мэн тауының құбыжығы алғаш рет 19 ғасырда құрлықта көрінген. Мәліметте бойының 2 метр екен айтылады. Немесе 5 метр. Кеудесінде ақтаңдақ бар. Болмауда мүмкін. Қарай көр, әркім әр нәрсені айтыпты. Құбыжықтың бар екеніне бастықтың сенбегені содан. Я, әрі Мэнидің бар екеніне нақты айғақ болмаған. Қазір айғақ бар. Мэни мен тансайық. Керемет, оның бар екенін білгем. Түсінбейм, Мэни ғимаратты неге қиратып жатыр? Өйткені құбыжықтар, олар жаман. Фабрикаға кетті. Баса көктеп кіріп, есікті бұзып, мүлікті қиратты. Қауіпсіздік ережесін бұзды. Блейдстің айтқаны рас екен, Мэни жаман. Немесе ол бірдеңе іздеп жүр. Тоқта, оған тиіспе. Оны ұстап алам. Хитвейв, тоқта, ғимарат құлағалы тұр. Құтқарушы боттар, соққы беруге дайындалыңдар.
соққы беруге дайындал. Дымқыл тері. Бұл Мэйнидікі шығар. Иісі Хитвейвтен де жаман. Рас айтамын. Бірақ қызық екен. Бұл табиғи тері емес, жасанды тері. Сенің әңгімең де сондай. Құбыжық көргенімізді зауыттың қирағаннан түсінбейсіздер ме? Бір нәрсе көрдіңдер, балам. Аюма костюмдегі адам ба, кім екен анық білмейсіңдер. Сендер Мэйниді көргенімізге сенесіңдер? Ғой. Өзі не болса да жақсы төбелес алады екен. Ол арнайы жасалған, Блейдс. Ол құбыжықтарды компьютер графикасымен жасады. Бірақ Бұл мәлімет аздық етеді. Олай емес пе, Грэм? Мырза мені тонақ кетті. Кеше біреу жеке... Қоймама кіріп. Кешіңдер. Әкім мырза. Зынданға, мырза, зынданға! Сонда осында келіп тоқтады ма? Біздің үйде ме? Ұрыдағы ерекше ет біткен шығар. Бірақ өзіміз ұятқа қалатын болдық. Не істейміз енді? Ұры дәл қазір үйде болуы мүмкін. бақылау камерасын қарап көрейік. Бұл не? Досым, балам. Грэм, Бауырым. Коди Артур. Бұл компьютер графикасы болса, жақсы жасалыпты. Бұл қалай болғаны? Оны ұстап алайық. Оны кім бұрын тапса? Топ, іздеуге кірісіңдер. Дәни, Блейдс, әуеден бақылаңдар. Қорықпаңыз басеке. Әлгіні табамыз. Әлгіні Хитвейв оның Грэм екенін ұмытпа. Грэм болсын болмасын тезірек тоқтатайық. Әйтпесе оның біреуге зияны тиеді. Біз қайда барамыз? Грэмге жануардың төлқұжатын жасатуға. Жоқ. Жауап іздеуге шықтық.
Бұл тағда Хаксли Прескотт. 24-те жеті арнасымен бірге қобыжықты іздеңіз. Қаланың үрейлі тұрғындары Мен тауының қобыжығын аралдың әр жерінен көргенін айтып жатыр. Әрине, енді Хаксли құбыжық бар екеніне сенет. Бір жақсысы, батыл жандар қобыжыққа тұзақ құрып қойды. Грэмді олардан бұрын табу керек. Қорққан адамдар оған тап беруі мүмкін. Док, мына белгіні танисыз ба? Грэм кейпін өзгертпей... Ғылыми қызметкер кезімді жарамай өтпей қалған. Ғалымдар ультра күлгін сәуле, яғни күн көзі жоқ кезде ет адамды құбылтатынын көргенде, азықты зерттеуді тоқтатқан екен. Құбылтқан несі? Ол қалай? Ғылым тілінде бұл не болғанын түсінбейміз, бірақ абайлау керек деген сөз шығар. Азықтың ағамды құбыжыққа айналдырғаны сияқты ма? Иә, дәл солай. Қолданылмаған азық қоры 16-шы бункерге тасталған ғой. 16-шы? Ол дәл әкімнің үйінің жанында. Әкім азықты тауып алып, ерекше еттеп сатқан ғой. Ятай. Иә, оның сондайы бар. Бұл азық жарнаманы керек етпейді. Жеген сайын жегін келе береді. Мэйни зауытқа сол үшін келген. Әкімдегі етті тауысып, тағы азықты іздеген. Енді оны табатын жер Айтпаңыз. тастайтын заттар бөлімі екен. Сондағы зат... Кетуге тырысам. Бірақ бір жерге аялдауым керек. Бәрібір түсінбеймін. Әкімнің Грэмге ет бергеннен бір түн бұрын көрдік. Әке, Мына тері... Әкімнің жасанды шашы. Әкім Ласки екінші құбыжық. Құтқарушы боттар, көмекке барады. Басеке, құбыжықтарды тоқтатыңыздар. Олар жарылыс қаупі бар заттарға кетті. нитроглицерин сақталатын басқа жер табуымыз керек, әке. Бұлай тұр, болдыр. Док, құбыжықтар тұстаңдар деді. Грэм, досым, үй тапсырмасына көмекте. Көмектесем. Жақсы, алдымен сөренің қасынан кет. Онда жарылғыш заттар бар. Ақырын жүріңіз, мәртебелім. Жарайды, өзіңіз біліңіз, бірақ тістемеңізші. Маған үнемі көмектесіп жүресің, досым. Құбыжық кезімнің есте қалмағанына қуанам. Тағы құбыжыққа айналып кетсемше? О, айналасың. Ай толғанда азық жесең айналасың. Қорқпа, әкемде дәрі бар. Бірақ шынымды айтсам, бұл құбыжық болудан да жаман. Көкөніс жеп ағзаларыңды емдейсіңдер. Шикі брокколи, саумалдық мен 40 қабат. Менің бір өтінішім бар еді. Тұз ба? Жоқ, қалпағым. Сені ұра жазадым, ренжіме, Грэм. Кешірім өтінем.
ештеңе етпейді. Құбыжық кейпінде болдым ғой. Иә, ал менен күзеннің есі шықты. Бірақ күзен емеспін ғой. Қызық, фильмдегі басқа құбыжықтар шын бекен. Картоп зомбилер мен мутанттар тап берсек қашып жоғалам. Болды, қой. Кешкі 8-де ұйқыға жату керек. Теледидар көрмейсің. Ал телехикая музыка жарнаманы қайтемін. Білем, сен осындасың, Мэни. Бір күні сені тауып алам. Фильм Қазақстан ұлттық арнасында аударылып дыбысталған. 2020 жыл. Сиқыр бар. Дайындал, Джипс. Дайындаймын.